Менің таңғажайып, керемет, ақылсыз Max Out V отбасыма бүкіл әлем бойынша сәлем жолдаймын. Бұл өте қызықты апта болды. Біз V тарихындағы бірінші вулпты жаңа ғана аяқтадық. Бұл біздің жаңа концепциямыз. Ол избіге кірмес бұрын біліктілікке ие болуыңыз керек, алдын ала қарау шарасы болып табылады. Ол жаңа ғана Кот д'Ивуарда өткен V көшбасшылар лагері деп аталады. Оған 500-ге жуық адам жиналды. Вице-президент Сети, вице-президент Ив бірінші нөмір болды. Бұл керемет оқиға. Сондықтан Африка тұтануға дайын. Мен осы айдағы жоспарларым туралы ойладым. Сізді хабардар ету үшін мен бірнеше күннен кейін Шри-Ланка, содан кейін Лондонға тәлімгерім және ұлы көреген Дато Шри Виджеймен кездесу үшін ұшып бара жатқанымды хабарлаймын. Онымен біраз уақыт өткізіңіз, кеңес алыңыз, дүкенге барыңыз. Содан кейін мен Дато Шри Виджеймен бірге Швейцарияға қайта барып, сол жерде өте маңызды адамдармен сөйлесіп, тағы бір рет дүкен аралаймын. Содан кейін Дубайға, содан кейін Малайзияға оралыңыз, содан кейін бәде Фканға дайындықты бастаңыз. Егер сіз бәде Фканға әлі тіркелмеген болсаңыз, онда сіз ресми түрде, заңды түрде планетадағы ең үлкен ақымақсыз. Өйткені мен бүкіл іс-шараны ұйымдастырдым. Бәдегі бір апта таң қалдырады деп уәде береді. Сондықтан ол жерге міндетті түрде барыңыз. Осы аптада сәрсенбідегі хабарламада мен екі сөзбен бөліскім келеді. Бәрі жақсы. Бұл маған желілік маркетинг сапарымның басынан бері үйретілген нәрсе. Басынан бастап, мен үстелге отырып, Дато Шриді, Жапаны тыңдаған кезде, мен дайындықтың негізгі деңгейінде болдым. Және біз бастаған әрбір жаттығуда біз көпшіліктің арасында отырғандардың әрқайсысының белгілі бір ойлау қабілеті бар екенін түсіндік. Біз мұны парадигма деп атаймыз. Сондықтан осы парадигма сөзіне үйреніңіз. Парадигма бұл адамдардың ойлау тәсілі. Жарайды ма? Және осы үш қағида маған, бөлім басшысына, желі маманына, желілік маркетингте өз жолымды бастауға және қаржылық еркіндікке жетуге әрқашан көмектесті. Олар көптеген парадигмалық өзгерістерден өтуі керек. Бәрі жақсы. Мен жаңа ғана бейне түсірдім. Егер сіз оны әлі көрмеген болсаңыз, оны қараңыз. Ол парадигманың ауысуы деп аталады. Жарайды. Бұл менің бүгін саған айтатынымның әлдеқайда егжей-тегжейлі нұсқасы. Бірақ олар бірнеше парадигмалық өзгерістерден өтуі керек. Қазір қолдан келгеннің бәрін жасай алмайтын адамдар, апта сайын үлкен чектерді ала алмайтын адамдар көңілі қалды. Олар іштей қабылдай бастайды. Талдай бастайды. Ақыл иесі кем болады. Олар бүкіл әлемді, айналасын, қарамағындағыларды, өздері құрып жатқан елді және бәрін кінәлай бастайды. Бірақ олар түсіне алмайтын нәрсе олардың табысқа жете алмауының себептері, олардың чектерінің үнемі жоғары деңгейге көтерілмеуінің себептері, өйткені олар парадигманың өзгеруіне жол бермейді. Сондықтан, егер сіз басынан бастап қаржылық еркіндікке дейінгі жолыңызға қарасаңыз, парадигманың бірнеше өзгеруінен өтуіңіз керек екенін көресіз. Ал енді осы бейнені көріп отырған және жаңа ғана тіркелгендер үшін бірінші парадигманың ауысуы, сіз бастан өткеретін негізгі парадигманың ауысуы, сіз енді қызметкер емессіз. Сен енді көшеде тұратын қарапайым қала тұрғыны емессің ғой. Сені енді ұлтың да, қай елге жататыныңның да, қай жерде туылғаныңның да, мектепке барғаныңның да анықтамасы жоқ. Енді сен кәсіпкерсің. Сенің жеке кәсібің бар. Бұл бірінші парадигманың ауысуы. Енді сіздің жеке бизнесіңіз бар болғандықтан, менің ойымша, бұл орын алуы керек ең іргелі парадигманың өзгеруінің бірі. Өйткені жұмыс этикасы, тәртіп, берілгендік, төзімділік. Мен әрқашан айтатынымдай, қалың тері, бәрі жақсы. Назар аудару бизнес иесі үшін де өте маңызды. Кәсіпкер, бұл ақымақ қызметкер болу, немесе қайын енесімен үйде құмбая әнін айту сияқты емес. Енді сен жауапкершілікті өз мойныңа аласың. Сен өз шешіміңді қабылдадың. Бәрі жақсы ма? Бұл сенің таңдауың. Кез келген адам басынан өткеру керек. Бірінші парадигманың ауысуы, сен қазір кәсіпкерсің, кәсіп иесісің, тәртіп деңгейі, міндеттеме деңгейі, ауырсынуға төзімділік деңгейі, бәрі жақсы ма? Жағымсыздықты тойтару және арманыңызға назар аудару қабілетінің деңгейі, бәрі жақсы ма? Бұл кез келген адам басынан өткеру керек, өте маңызды парадигманың ауысуы. Енді сіз назар аударуыңыз керек келесі парадигманың ауысуы, бұл бизнестің дәстүрлі емес екендігі. Сіз дүкен ашқанда сыртқа шығып сатып алғыңыз келе ме? Дейсіз бе? Мен сатып алғым келеді. Келіңіздер. Ла стилінде, малайзиялық стилде. Жоқ, сен ол жаққа барасың, телефон тұтқасын аласың, әлеуетті клиентке қоңырау шаласың.
Кнетті таныстырасың, жігітті тіркелуге көндіресің. Бәрі жақсы, одан да жақсы. Бәрі жақсы. Енді ол парадигманың ауысуынан өтіп, кәсіпкер, бизнес иесі болу керек. Түсіндің бе? Енді сіз адамдармен қарым-қатынас жасасаңыз, сізде тағы бір үлкен парадигманың ауысуы болу керек. Егер сіз ұйымыңызға кіретін адамдарға тезірек табысқа жетуге көмектессеңіз, табысқа жету оңайырақ болады. Бәрі жақсы ма? Бұл Дато Шри айтқандай, екі жаққа да тиімді жағдайдың ең үлкен философиясын насихаттайтын әлемдегі жалғыз бизнес. Бұл менің сол жағымдағы біреу $5000, ал оң жағымдағы біреу $5000 тапса, мен өз мүмкіндігімнің шегінде ақша табамын дегенді білдіреді. Бәрі жақсы, біз мақсатқа жеттік. Түсіндің бе? Демек, мұның бәрі итермелеу, бағыттау, қолдау, нұсқау беру. Түсінікті ме? Төменге түсіңіз. Басшыларыңызға немесе ұйымыңыздағы жұмысқа кіріскен кез келген басқа қызметкерге презентация жасаңыз. Ол міндетті түрде қайта оралады. Жарай ма? Және бұл сіздің мақсаттарыңызға жетуге көмектеседі. Демек, бұл планетадағы жалғыз бизнес. Онда сіз неғұрлым көп адамға бай болуға көмектессеңіз, соғұрлым сіз өзіңізді байыта түсесіз. Бұл керемет. Бұл керемет. Және бұл парадигманың ауысуы орын алу керек. Өйткені дәстүр бойынша сіз келесі дүкендегі бәсекелесіңіздің банкротқа ұшырағанын қалайсыз? Осылайша сіз көбірек ақша табасыз. Бірақ желілік маркетингте сіз сол және оң қолдарыңыздың барынша жұмыс істегенін қалайсыз? Осылайша сізге тұрақты табысқа кепілдік беріледі. Енді парадигманың ауысуы тез жүруі керек. Сондықтан сіз өзіңіздің бағыныштыларыңызға қарасаңыз, олар сізге бәсекелес емес. Олар ауыртпалық емес. Олар ауыртпалық емес. Ол сіздің қолыңыздан келгеннің бәрін істеп жатқаныңызға көз жеткізу үшін осында. Ең жақсы нәтижеге жетудің жалғыз жолы олардың чектеріне назар аудару болса, сіз олардың чектері өскенше қолдау көрсетесіз. Сіздің сол және оң жағыңыздағы адамдар бүкіл ұйым бойынша чектерін көбейткен сайын, сіздің чектеріңіз автоматты түрде артады. Бұл парадигмадағы өте маңызды өзгеріс. Мен айтқым келетін келесі парадигманың ауысуы. Кнет. Қазір Кнет тікелей сату немесе желілік маркетинг саласында жұмыс істейтін компания. Компанияның негізін қалаушылар ең ұлы екі адам. Жапондық Дато Шри Виджай. Енді сіз ақша табу немесе бір-екі өнімді сатып алу үшін Кнетке қатыспағаныңызды немесе қызметкер болмағаныңызды түсінуіңіз керек. Техникалық тұрғыдан сіз Кнеттің өмірлік серіктестерісіз. Бұл сіздің осы компанияға деген сеніміңіз туралы айтады. Көрдіңіз бе? Сіз көлік сатып алғанда, көлігіңізді жасаған компанияға сенудің қажеті жоқ. Егер сіз осы жарнамалардың барлығына сенсеңіз, бұл серіктестік емес. Мерседес сатып алғанда, сіз Мерседеспен серіктес болмайсыз. Бәрі жақсы ма? Сіз барып Джоджо Арманидің костюмін сатып алғанда, сіз Джоджо Арманимен серіктес болмайсыз. Сіз костюм сатып алып, үйге келіп, оны киіп, күнбаяңызды аяқтайсыз. Бірақ желілік маркетингте Кнетке тіркелген кезде, сіз техникалық тұрғыдан Кнетке қосыласыз. Сіз өмір бойы емес, келесі өміріңізде балаларыңыз бен немерелеріңіз үшін серіктес боласыз. Енді бұл қарым-қатынас шынайылыққа, сенімге, сүйіспеншілікке және бұл компания әрқашан сіздің қасыңызда болатынына сенуге негізделген. Бұл компания жақсы, жаман және қиын уақытта сіздің қасыңызда болады. Бұл компания ешқайда кетпейді. Енді сіз мүлдем жаңа адамсыз, немесе сіздің қарамағыңыздағылар мүлдем жаңа. Олар мұны көре алмайды. Олар тек үшеуін ғана көреді. Олар Кнетті тек сіз арқылы көреді. Сондықтан сен қазір елшісісің. Мен бұл хабарды сәрсенбідегі барлық хабарламаларымда Кнеттің ең үлкен компания екендігі туралы айтқанымдай жеткізуім керек. Біз мінсіз емеспіз. Әлемде бірде-бір компания мінсіз емес. Тіпті Apple, тіпті Google. Бірақ біз 18 жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Соңғы 18 жылда біз миллиондаған адамдардың өмірін өзгерттік. Ал құрылтайшылар осы компанияның басты құндылығы болып табылатын адалдық, қызмет көрсету және ырғақ жүйесін құрды. Біз басқа тікелей сату компаниясы емеспіз. Біз өмірді өзгертетін күшпіз. Мен мұны үнемі айтамын. Ал келесі парадигманың ауысуы. Кнет тауарларды сатушы емес. Бәрі жақсы ма? Кнет. Бұл сіздің өміріңіздің соңына дейін қауіпсіздік. Бұл сіздің балаларыңыз бен немерелеріңіз үшін тұрақтылық пен сенімділік сезімі. Және бұл сізден осы компанияға сенуіңізді талап етеді. Бұл сізден сол компанияға сенуіңізді және сол компанияға тиесілі екеніңізді мақтан етуіңізді талап етеді. Көрдіңіз бе? Мен Hugo Boss, Giorgio Armani, Ferragamo'дан костюм сатып алғанда, мен Ferragamo'дан костюм алғанымды мақтан тұтамын деп жүрмеймін. Бұл Ferragamo'дан шыққан костюм. Мен Каластың костюмін бітірдім. Бірақ
Кнет, бұл басқа әңгіме. Сіз компаниямен бір боласыз. Сіз мұны түсінуіңіз керек. Сіз кнет, тесіз. Енді сіз кнет болғаныңызды мақтан тұтасыз. Өйткені кнет сізді тамақтандырады. Өмір салтыңызды өзгертеді. Балаларыңызды тамақтандырады. Олардың өмір салтын, сондай-ақ немерелеріңізді және мүмкін шөберелеріңізді өзгертеді. Сіз мұны парадигманың ауысуы деп түсінуіңіз керек. Бәрі жақсы ма? Енді келесі парадигманың ауысуы іргелі болып табылады. Сіз әрқашан жоғарғы және төменгі деңгейлердесіз. Сіздің бұл бизнестегі қарым-қатынасыңыз, жұмыс берушімен қарым-қатынасыңыз сияқты емес. Мұнда сізде тек қызметкерлер ғана бар, және сіз мен сияқты бастықсыз. Сіз мені бастық дейсіз. Сен түсінесің бе? Бірақ желілік маркетингте мен сіздің әлеммен байланысыңызмын. Бірақ менде әлі күнге дейін Датошри Виджай басылымы бар. Сондықтан қарым-қатынастың тепе-теңдігі сіздің төменгі сызықтарыңызды үнемі ұстап тұру, төменгі сызықтарыңызды бағыттау, тиімді жоғары ағын болып табылады. Жараймы? Оларды жайлылық аймағыңыздан шығарыңыз. Оларды барынша арттырыңыз. Презентацияға итермелеңіз. Олардың жайлылық аймағына кіруіне жол бермеңіз. Бағыныштыларыңыздың айтқанын бірдей тыңдаңыз. Тостағандарыңды босатқанда бағыныштыларыңа адал болыңдар. Мен сіздің жоғары басшылығыңыздың нұсқауларын орындаймын. Мен V әрпінің мантрасын сіздің негізгі жоғары сызығыңыз ретінде ұстанамын. Солай емес пе? Сондықтан мен әрқашан желілік маркетингте екі басшыны үнемі басқару керек деп айтамын. Жоғары сызық, төмен сызық, жоғары сызық, төмен сызық, жоғары сызық, төмен сызық. Сен түсінесің бе? Және бұл рөлдердің әрқайсысында сіздің міндеттеріңіз әртүрлі. Аға басшы ретінде сіз үлгі көрсетуіңіз керек. Аға басшы ретінде сіз бағыныштыларыңызға сенімділік пен күш-қуат бересіз. Аға басшы ретінде сіз табысқа жетесіз. Осылайша адамдар сіздің бизнесіңізге сенеді. Бар күшіңді сал. Сонда адамдар барын сала алады. Төменгі деңгейдегі қызметкер ретінде сіз адалдық танытасыз. Төменгі деңгейдегі қызметкер ретінде сіз кішіпейілділік танытасыз. Төменгі деңгейдегі қызметкер ретінде сіз әрқашан тостағаныңызды босатып, жүрегіңізді ашасыз. Төменгі деңгейдегі қызметкер ретінде сіз әрқашан жоғары тұрған қызметкерлеріңізге нұсқау бересіз. Сондықтан бұл қарым-қатынасты басқару керек және парадигманы өзгерту керек. Сіз тек басшылық қызметте емес екеніңізді түсінуіңіз керек. Жетекшісіз басшылық лауазым болмайды. Мұны түсіну өте маңызды. Егер сіз өзіңізді басқармасаңыз, сіз адамдарды басқара алмайсыз. Егер сіз басқа мұғалімнен жақсы оқушы болмасаңыз, сіз адамдарға сабақ бере алмайсыз. Мен оны үнемі жаттықтыратынмын. Мен сенің бастығың болсам да, сенің жоғары басшысың болсам да, мен керемет және сексуалдымын. Бірақ менің жоғары басшым, мұғалімім және тәлімгерім Датошри Виджай Ишвин бар. Сондықтан мен әрқашан оған қызмет ететін кішіпейіл студент боламын. Және сіз желілік маркетингпен айналысуыңыз керек. Келесі парадигманың ауысуы табыс парадигманың ауысуы болып табылады. Мен $2 нөлдік ұпаймен алғаным әлі есімде. Чек және мен. Міне, солай деп ойладым. Бұл менің өмірімде көргеннен де көп ақша. Сондықтан Синг Кумбаяны тойлайық. Жоқ, бұл парадигманың ауысуы өте маңызды. Бұл өте маңызды. Мен 18 жыл бұрын алған аптасына $2000 мен еңсеруім керек парадигма болды. Бұл ештеңе емес. Мен $4000 ұтып алдым. Содан кейін $4000 ұтып алдым. Сен басқа парадигманы жеңдің. Мен $8000 алғым келеді. $8000. Сен басқа парадигманы жеңдің. Мен $12000 алғым келеді. 20000 20, 4030, 6050,4100. Және сіз комиссиялық сызықты кесіп өткен сайын парадигманың ауысуы болуы керек. Сондықтан, егер сіз бұл бейнені көрсеңіз, сіз $250 табасыз. Бұл парадигма. Ауысымның жартысын 500-ге дейін қысқартыңыз. Егер сіз $2000 тапсаңыз, бұл ауысымды 5000-ға дейін арттырыңыз. Егер сіз 5000-ға жабысып қалсаңыз, бұл ауысымды 5000-ға дейін арттырыңыз. Бұл парадигманы өзгертіңіз және оны 10.000-ға дейін арттырыңыз. Егер сіз $2000 тапсаңыз, бұл ауысымды $5000-ға дейін арттырыңыз. 10 адам. Яғни біз максималды нәтижеге жету үшін парадигманы өзгертуіміз керек. Демек, сайып келгенде, желілік маркетингтің барлық жолы үздіксіз интеллектуалды жетістіктер. Бұл парадигманың тұрақты ауысуы. Сіз нарықты еш қиындықсыз құрып жатырсыз. Сіздің парадигмаңыз тоқтап қалды. Содан кейін проблемалар туындаған кезде, егер сіз осы парадигманы жеңіп, мәселенің парадигмасын өзгертпесеңіз, сіз тығырыққа тірелесіз. Мен құрылысты жалғастырамын, нәтижені барынша арттырамын. Бұл орын алуы керек тұрақты парадигманың ауысуы. Сондықтан, егер сізде парадигманың ауысуы болмаса, сіз тоқырауға ұшырап, бизнесте қалып қоясыз. Сіз әрқашан қабілеттерге ие болуыңыз керек. Кім болсаңыз да, чегіңіз қаншалықты үлкен болса да, бизнесте қанша уақыт жұмыс істесеңіз де, парадигманың ауысуы ешқашан болмайды. Тоқтаңыз. Сіз ешқашан тоқтамауыңыз керек. Ендеше, балалар,
Егер сізде 5 жыл бұрын, 3 жыл бұрын парадигманың ауысуы орын алса, және сіз солай деп ойласаңыз, мен қазір желіде жұмыс істеп жатырмын. Жоқ, желілік маркетингтегі парадигманың ауысуы үздіксіз болуы керек. Парадигманың ауысуы болмайтын күні, сіз бұл бизнесте сәтсіздікке ұшырайсыз. Сіз парадигманың өзгеруін үнемі қабылдауыңыз керек. Содан кейін, сіздің табысқа жету жолыңызға кепілдік беріледі. Мен сендерді жақсы көремін. Балалар, парадигманың ауысуы сіздің жолыңызда үнемі болуы керек екенін есте сақтаңыз. Мен сізді бәнің визонында көремін.